Себебі өз тарихымда. Дина Төлепберген тұрмыстық зорлық-зомбылыққа неге қарсы шыққанын айтты. Отандық журналист Дина Төлепберген Instagram желісіндегі парақшасына видео жариялап, өз оқиғасын бөлісті. Осылайша ол тұрмыстық зорлық-зомбылыққа не себепті қарсы шыққанын түсіндірді. Видеода Дина Төлепберген анасының бастан кешкен оқиғасын айтып берді. Ол қыз да, ұл да психикасы сау, өзін құрметтейтін, жеке шекарасын білетін адам болып қалыптасу үшін сау ортада өмір сүру керек екенін айтты. Осыдан 40 жыл бұрын Шымкент қаласында тұратын жедел жәрдем қызметінде жұмыс істейтін жас дәрігерге ғашық болады. Ұнатып қалады, сөз салады, бірақ оның сезімі қайтарымсыз болады. Десек те жігіт намыстанып оны алып қашады. Неге екені түсініксіз. ЗАГС бөлімінде қол ұстасып ақыры бармайды. Арада қыз дүниеге келеді. Бір рет ұрғаннан кейін әйел 1 жасқа толмаған қызын құшақтап, барар жері басар тауы болмаса да шаңырақтан кетіп қалады. Өйткені оның бастысы білімі бар болатын. Ол сау ортада қызымды аяққа тұрғызамын деп серт береді және ол сертінде тұрады. Әлгі қыз мен өз анама шексіз алғысымды білдіремін дейді видеода журналист. Дина Төлепберген видеоның астын жазбамен де толықтырды. Менің ақиқатым, бұл туралы ешқашан айтпап едім. Бәлкім тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы шығуымның басты себебі өз тарихымда жатқан шығар, деді ол. Тағы бір айта кететін жайт, Дина Төлепберген Бишімбаев сотын мысалға келтіріп қыздарға ақыл айтты. Ол абьюзердің құрбаны болмас үшін ең алдымен қаржылай тәуелсіз болу керек екенін еске салды. Бұл жайында тілші Instagram желісіндегі видеосында айтқан. Бишімбаевтың сотын аңдып, тиран мен абьюзердің тактикасын сіздер де түсінген шығарсыздар. Олар ең алдымен әйелді өзіне эмоционалды түрде тәуелді етеді. Одан кейін қоғамнан изоляциялайды, қаржылай тәуелді етіп қояды. Сөйтіп әйел бұл вакуумнан шыға алмай, қорқыныштың құрбаны бола береді. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болмаудың басты кілті қаржылық тәуелсіздік. Сондықтан да мен барлық қыздарды білім алуға, өнерін өркендетуге, кәсіби өсуге, жұмысқа орналасуға шақырамын, деді ол видеода. Журналист видео астында өз сөзін толықтыратын жазба жариялады. Тиранның тактикасы терең. Бұл соңғы 6 жылда 554 әйел мен оларды тепкіге салған сотқар күйеулердің өмірін зерттегеннен айтылған жан айқайым. Әйелдер, қыздар, тұрмыс құру тәуелді болу емес. Қашанда білімге, кәсіпке, өнерге асық бол, деді ол.